мысалы менде бір қызық оқиға болды. 74 жастағы кісі неге приемға келеді, сосын бізде УЗИст жігіт соны УЗИға түсіріп отырады да, сосын атадан сұрайды, ата не болды деп. Сонымен апа қайтыс болды дейді. Уже 4-5 жыл болды қайтыс болғанына дейді да. Сосын енді не болды деп, енді сол бір бір келіншекпен танысып едім ғой дейді да. Енді омен жаңағы не қылу үшін ол сұрады дейді, аппарат жұмыс істеп тұр ма деп, соған келгем енді тексерілуге дейді да. Сосын соны мен енді инстаграмға қойғам, сөйтсем елдер ана жақта жазып жатыр да. Ата не қылады оны, үйде отырмай ма, немерелерді бағып, неге ол намазын оқып отырмайды, неге ол бір аяғы көрде, бір аяғы төрде деуші ме еді, жерде деуші ме еді, неге ол уже дайындала бермейді деп жазып жатыр да елдер енді. Солай жазғанның жаңағы бізде нелер, обычно просмотрлар осы хейтерлардың көмегімен болады көбінесе. Бір сағаттың ішінде 1,5 миллион просмотр болды. Сосын мен айтам да, неге ол ата дайындалу керек? Ана дүниеге ол кез келген адам дайындалу керек та. Кез келген адам кез келген уақытта кетіп қалуы мүмкін. Ол ешкімде страховка жоқ қой. Менде 100-ге дейін өмір сүремін деген ешкімде страховка жоқ. Сол үшін ол ал неге ата намаз оқу керек? Мен айтам, кез келген адам намаз оқу керек. Неге ата немерені бағу керек? Әркім өзінің баласын өзі бағу керек. Ол атаның жұмысы қанша ол жерде. Түсінем, аталар жаңағындай немересі ыстық болады, бірақ ол немересін өмір бақи бағып отыру керек деген нәрсе жоқ. Ол да адам ғой. Ол да өмір сүргісі келеді, ол да сапалы өмір сүргісі келеді. Ол может қазір 74-те 100 жасқа дейін өмір сүргісі келетін шығар. Әлі 25 жыл өмір сүру керек. 25 жыл сонда ол енді мен тағы да қазір неше түрлі нелер айта бастайды, не айтып жатыр мынау деп, мысалы айта беріңіз. Апасы кетіп қалса там сөйту керек па деген сияқты. Енді бұл өмір ғой енді. Ол мысалы 70 жасында қайтыс болды. Может енді апасының денсаулығын күтінбегеннің салдарынан болған шығар бұндай нәрсе. Енді әркім әртүрлі. Біреу алмайды ешкімді, 100-ге дейін 90-ға дейін өмір сүру мүмкін. Бірақ біреу жаңағы несі тестостерон жақсы болса, тағы да ары қарай сапалы өмір сүргісі келеді, қызық өмір сүргісі келеді. Оның мысалы қасында бала шағалары, ол бәрібір өзінің әйеліндей болмайды ғой.